Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ұйғыр ауданындағы Тутұғыр 2,5 жылдан бері мемлекеттік тусыз бос тұр. Бозымбаев мырза, Тутұғырдың бос тұруы сіздің де жүрегіңізді тітіркендірмей ме дейді белгілі журналист Қанат Әбілқайыр. Құрметті Алматы облысының Су жаңа әкімі Қанат Алдабергенұлы, Ұйғыр ауданының атын өзгерту жайлы кеше жазған жазбамызды оқығаныңызды білдік. Ұйғыр ақыны Бақтияның абыройын асырып, Алталаштың ақиық ақыны Мұқағалиды кішірейтетін пиғылдың астарында не бар екенін қабылданбаған эскиз болса да, оқырман да сіз де жақсы түсінді деп ойлаймын. Енді мына мәселеге назар аударсаңыз, мемлекеттің туы ілінуі керек Тутұғыр 2019 жылдан бері бос тұр. Биіктігі 30 метр болатын бұл Тутұғырды жасау үшін мемлекет қалтасынан 6,5 миллион теңге бөлінген. Оның ашылу салтанаты 2019 жылдың 4 маусымында өтетін болып жоспарланған. Соның бірі де болмады. Ұйғыр ауданы басшыларының 2,5 жылдан бері Тутұғырды тусыз бос қойып қоюы мемлекеттік рәмізге деген протесттік көңіл-күйді білдірмей ме? Жоқ әлде олар бұл тұғырға Шығыс Түркістанның жалауын желбірететін күнді күтіп отыр ма? Қазақ бесіктің бетін ашық қалдырмайтын ырымшыл ұлт. Тутұғырды ту ілу үшін тұрғызып, оны осыншама уақыт бойы қою жамандық тілеудің көрінісі емес пе? Ырымшыл қазақ бұған не дейді? Сізді білетіндер ырымшыл адам екеніңізді айтуда. Тутұғырдың бос тұруы сіздің де жүрегіңізді тітіркендірмей ме? Міне, осындай үнсіз қарсылықты болдырмаудың төте жолы ауданның тарихи Қарадалы атауын қайтару. Бұл мәселені Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа жеткізерсіз деп ойлаймын. Соңғы бір ай көлемінде Тутұғырдың айналасында абаттандыру жұмыстары жүре бастады. Ол үшін мемлекет қалтасынан 11 миллион теңге беріліпті. Сосын Тутұғырдың астына 27 миллион теңгеге Қазақстанның картасы қойылмақ екен. Әрине бұл шаруаларды жасауға әлі де жасай беруге 30 метр биіктіктегі мемлекеттік ту кедергі келтірмес еді. Құрметті Қанат Алдабергенұлы, Қазақстанның жалауын биікте желбіретуге деген құлықсыздықтың болмауы үшін сізден батыл қадам күтеміз дейді тілшіміз. Қазақстан көпұлтты мемлекет, сонау жылдарда өзге елден үдере көшкендерге пана болған ата-бабамыз, олардың жандарына араша болғанына тарих куә. Ал Қанат Әбілқайырдың мына жазбасына сіздің алып қосар немесе дәл осы жазбаға қосылар ойыңыз болса, төмендегі комментарий бөліміне міндетті түрде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.